Менің атым Азиза, бұл менің өмірім. Кейде өмірімнің түнгі қараңғы болды, кейде шектен тыс ауыр. Шығатын жол жоқ сияқты көрінген күндерім де болды. Туф, Дима, Әлхан, сендер неғып отырсыңдар? Қазір мама келеді ғой, собранияға кетті ғой. Туф. Мына үй неғып шашылып кеткен? Дима, сен неғып жатырсың? Азиза, Әлихан, неғып бәрін шашып тастағансыңдар? Дима, тұр мына жинана жерде. Әлихан, сен кешкесін телевизор көріп отырасың ба? Жинана ойыншығыңды бар, апар, бар, телевизорды өшір, бар, жинана қағаздарын бәрін ал. Азиза, жұмыстан шаршап шығып, сенің жиналысыңа мектепке бардым. Мектепте сенің оқу үлгерімің нашар, тәртібі нашар деп жатыр. Азиза, саған не болды? Тұр да мына үйді жинашы. Бір жағыма көмектес, шаршадым, жұмыстан шаршап келдім. Надоело. Анаң қарашы қалай отырмын, вообще басын жұмай ма, шашы қандай, вообще қарасай. Прикол слышал? Қандай прикол? Шашын тарсаң. Туф, надоели уже, тиспендеш маған? Давай, лохушка. Азиза, не болды? Азиза. Туф, Ульяна, шаршадым мен бұл өмірден. Бәрі маған тисе береді, үйдегілер тисе береді, мына жақтардың балалары тоже тисе береді. Ульяна, саған көп рахмет. Осы мен қасымда жүріп маған поддержка бергеніне. Сау бол. Қасымда жүріп маған поддержка бергеніне. Сау бол. Бірақ мен өмір сүруді таңдадым. Өзім үшін, жақындарым үшін. Себебі әрбір өмір қымбат. Оның ішінде менікі де. Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың ішкі жан дүниесіне бей-жай қарамаңыздар. Олардың үнсіздігі көмекке шақыру болуы мүмкін. Прокуратура органдары әрбір баланың амандығы ең басты басымдық екенін еске салады. Жылы сөз, жүрекпен тыңдау олардың өмірін сақтап қалуы мүмкін. Бала өмірі баға жетпес байлық.